Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқырмандар? Сіздердің назарларыңызға ең үлкен байлық денсаулық тақырыбындағы ақпараттық көрмені тамашалауға шақырамын. Адамның денсаулығы қоғам байлығы. Әрбір адам өз денсаулығының мықты болу жолдарын қарастыру керек. Дені сау адамның көңіл күйі көтеріңкі болып, еңбекке әрқашан құлшына кіріседі. Адамды ауруға шалдықтыратын түрлі вирустар көп. Адам бойында сол вирустарға қарсы тұратын, аурудан сақтайтын қасиет иммунитет деп аталады. Адамның иммунитеті неғұрлым күшті болса, оның денсаулығы соғұрлым жақсы болады. Денсаулықтың мықты болуы өзімізге байланысты. Жаттығу жасап болғаннан кейін дене қызуы көтеріліп, жүрек қағысы жиілеген кезде жаттығуды бірден тоқтатпай, денені жай суытып, жүрек қағысын қалпына келгенше қозғалысты бірте-бірте бәсеңдеткен дұрыс. Алқынып тұрып су ішуге болмайды. Әрі жерден сақ болу керек. Желді жаңбырлы күндері жаттығуды бөлмеде жасаған дұрыс. Иммунитетті күшейту үшін ең әуелі дұрыс тамақтану қажет. Яғни денсаулыққа пайдалы дәрумендерге бай тағамдарды таңдап жеу керек. Сонымен қатар денені шынықтыратын жаттығулар иммунитеттің қорғаныс қабілетін күшейтеді. Ауруларға қарсы алдын ала егілуде денсаулықты сақтауға септігін тигізеді. Балалар, сонымен қатар кітап оқуда денсаулыққа пайдалы. Кітап ақыл ойды ғана емес, жан мен тәннің саулығын да арттырады. Адамның іш құрылысында кезігетін барлық аурулар психологиямен тікелей байланысты. Көңіл күйдің түсіңкі болуы, үлкен мидың шаршауы әртүрлі аурулардың басты себепкері. Сол үшін де жақсы кітап рухани азық. Әрбір адам денсаулығын күтуі және нығайтуы тиіс. Ол үшін тазалық сақтап, өзінің денесін қадағалауы керек. Адамның терісі кірлейді, сондықтан күнделікті жуынып, киімдерін ауыстыруы қажет. Әсіресе денсаулық үшін әртүрлі дене жаттығулары өте пайдалы. Күніміз ашық болсын, түніміз тыныш болсын, ауамыз таза болсын, жаны жануар аман болсын, бәріміз аман сау болайық.